Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат, Аллах Субханала тағала біздердің қолымыздан келгенше жасаған құлшылық ғибадаттарымызды қабыл етсін. Құрметті жамағат, Аллах Субханала тағалаға сансыз шүкірлер, сансыз мақтаулар болсын. Біздерге осындай тәуелсіз елді берді. Біздерге осындай бейбіт күндер берді. Міне Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Міне Аллах Субханала тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Ла ин шакартум ла азиданнакум, ва ла ин кафартум инна ғазаби лашадид». Яғни Аллах Субханала тағала өзінің қасиетті Құран Кәрімде: сендер шүкір етсеңдер, мен еселеп беремін дейді. Ал егер шүкір етпейтін болсаңдар, нығметімді мойындап қарсы келетін болсаңдар, менің азабым қатты деп ескерту жасайды. Олай болса, құрметті бауырлар, біздер осы күнімізге шүкір етуіміз керек. Аллах Субханала тағала бізге тәуелсіз ел берді. Өзіміздің еліміз бар, көк байрағымыз бар, әнұранымыз бар. Міне бұл да Алланың бізге берген үлкен нығметтерінің бірі. Біз осы үлкен нығметтерден ертең сұраламыз. Сондықтан да біз осы тыныштықтың, бейбітшіліктің қадірін білуіміз керек. Аллаға шүкір болсын. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадис шарифінде айтады: «Мән ла яшкурун наса ла яшкурулла» дейді. Адамға рахмет айта білмеген Аллаға да рахмет айта білмейді дейді. Олай болса, міне осы еліміздің тыныштығы үшін, еліміздің тәуелсіздігі үшін аянбай еңбек етіп жатқан асыл азаматтарымызға біздер дұға қылайық. Біз өзіміздің рахметімізді білдірейік. Міне біз адамға рахмет айта білсек, Құдайға да рахмет айта білеміз. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге не деді? Адамға рахмет айта білмеген Құдайға да рахмет айта білмейді деді. Міне қандай тыныш, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған уақытта өмір сүріп жатырмыз. Мемлекетіміз дінімізге еркіндік беріп, біздің барлық құлшылық жасауымызға барынша мүмкіндіктер жасап беріп отырған бірінші Алла, екіншіден осы біздің мемлекетіміз. Бізді басқа ел емес, бізді бірінші Алла, екінші осы тәуелсіз мемлекетіміз бізді қорғайды. Аллаға шүкір, міне елімізде осы қысқа уақыттың ішінде көптеген мешіттер салынды. Міне елордамыздағы Әзірет Сұлтан мешітінің өзі Азиядағы көрікті мешіттердің біріне айналды. Міне Алматы қаласында да салынған үлкен алғашқы мешіттердің бірі де осы бірінші Алла, екінші осы мемлекетіміздің жүргізіліп отырған саясаттың жемісі деп біз бағалауымыз керек. Ақты ақ, қараны қара деуіміз керек, ағайын. Міне сондықтан да біз осы елімізді құрметтеп, еліміздің тыныштығы, бірлігі, ынтымағы үшін біз Алладан дұға сұрайық, қолымыздан келгенше қамқорлығымызды жасайық. Міне құрметті ағайын, олай болса, біз осы үлкен нығметтерді жақсы түсінуіміз керек. Ал енді бұған дейін жаңағы
кейбір әрине қазақта айтады, жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ дейді. Сырттан оқып келіп, әлі ішкі мемлекетіміздің бағыт бағдарын анық көз жеткізбей, қателікке ұрынып қалып жатқан жайымыз да бар. Халқымыздың қол жетпес байлығы, өзіміздің мәдени мұраларымыз да бар. Міне сондықтан да мен алдындағы өзімнің өрескел қателігім үшін мұсылман жамағатынан, Қазақстан халқынан кешірім сұрағым келеді. Алла субханала тағала Құранда Ниса деген сүре берді, яғни әйелдер деген. Яғни бұл Құрандағы үлкен сүрелердің бірі. Осы сүрелердің бір аятында Алла субханала тағала ер адамның, қоғамның иесі, шаңырақтың иесі, әйел затын қорғаушы, әйел затына басшылық етуші рөлі бар екендігін ашық айқын көрсеткен. Осы аятты түсіндіру барысында Алла субханала тағала алдымен шектен шығып жатқан жағдайда әйел затына уағыз насихатпен, ескертумен жол көрсету керектігін баяндайды. Егер бұған келіспей қарсы шығып жатқан жағдайда оларды төсекте жеке қалдыруын, белгілі бір уақытқа жақындамай тұруды арқылы ескерту жасаудың жолын көрсеткен. Және аяттың соңында, егер бұған көнбеген жағдайда әйел адамға қол көтеру туралы аятты меңзейді. Бұл аятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Ғайру мубаррих, яғни әйелге қол көтеру барысында ешқандай зақым, зиян жеткізбейтін деңгейде деген ұғымды білдірген. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешқашан әйел затына қол көтермеген. Сондықтан біз бұл аятта әйел затына қол көтеру бар екен деп, әйел затын ұру, соғу деген ұғымды білдірмейді. Енді мен кешірім сұрағалы отырған жайым осы аятты түсіндіру барысында аятта көрсетілмеген, пайғамбарымыздың хадисінде ашық айқындалмаған, өзімнің жаңағы эмоциялық тұрғыдан өрескел қателік жіберіп, қамшымен ұру деген секілді дөрекі мемлекетіміздің, халқымыздың мәдениетіне негізделмеген тұжырымды айтып, жамағаттың арасында келіспеушілік туғандығын білемін. Сондықтан бұл қамшымен ұру деген ол біздің қасиетті Құранымызда көрсетілмеген. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Яғни хайрукум линниса, сендердің жақсыларың әйелдеріңе жақсы болған дейді. Ислам әйел затын қастерлейді. Пайғамбарлар да, небір ұлы имамдар да сол әйел заты аналардан дүниеге келеді. Біз егер исламның тарихына, исламға дейінгі қазіргі қоғамдағы әртүрлі жағдайды алып қарасақ, бұл исламның әйел затына үлкен азаттық, үлкен әйел затын қорғап келген дін екендігін ашық көреміз. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің соңғы құтбасында әйел затына аманат екендігін өсиет етіп, әйелге жақсы қараңдар деп өсиет еткендігін біз жақсы білеміз. Сондықтан да құрметті жамағат, кейбір уағыз насихат барысында жіберген қателіктерімізге кешірім сұраймыз. Және де біз бір уағыз насихат барысында жаңағыдай тәлім тәрбиені тек қана әйел заты беріп жатыр, сондықтан әйелден аса алмайтын болдық деген секілді де өрескел кеткен қателіктер бар.
Өйткені тіпті мынау ислам тарихына көз жүгіртіп, исламдағы үлкен хадистанушы Ибн Ғажар Қасқаланидің өзін алып қарайтын болсақ, бұл кісінің 40-тан астам ұстазы әйел болған. Яғни әйел адамдардан хадис білген, хадис жаттаған әйел адамдардан хадис алғандығын көреміз. Сондықтан ислам шариғаты әйел затынан білім алуды, әйел затынан үйренуге ешқандай тосқауыл қоймайды. Міне, құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алла тағала біздерге ауызбірлік ынтымақ берсін. Субханак Аллахумма бихамдик, ва нашхаду ан ла илаха илля ант, ва настағфирука ва натубу илейк.